Түркістан облысында биыл 16 келешек мектебі қолданысқа беріледі. Соның екеуі Сарыағаш ауданында жаңа оқу жылында есігін ашады. Заманауи білім ұялары өңірдегі 3 ауысымдық және апатты мектептер мәселесін шешуге ықпал етеді дейді білім басқармасының мамандары. Сарыағаштағы 900 орындық мына мектеп 1 қыркүйекте оқушыларды қабылдауға толық дайын. Білім ұясы қажеті барлық құралдармен жабдықталған, тіпті түрлі үйірмелер мен тігін кабинеттері де бар. Химия, физика, география, биология барлық кабинеттер бар, зертханалармен бірге қарастырылған. Бәрінің құрал жабдықтары келген. Қазіргі таңда орналастырылып жатырмыз. Жұмыстар толықтай аяқталып қалды. Жуып шаю тазалау жұмыстары жүріп жатыр. 1 қыркүйекке оқушыларды полностью кіргіземіз бәрін. Мектеп ауласында стадион, балалар ойнайтын алаңдар бар. Аудандық білім бөлімі мамандардың айтуынша жаңа оқу жылында Сарыағашта тағы бір 900 орындық келешек мектебі ашылады. Соның нәтижесінде 2 ауысымды мектептер 1 ауысымға көшпек. 4-ші жайлы мектебіміз Сарыағаш қаласында орналасқан 300 орындық. Оның құрылысы аяқталуға жақын. Дегенмен ағымдағы оқу жылының 2-ші тоқсанынан берілу жоспарланып отыр. Жақын орналасқан мектептердегі оқушылар осында тартылатын болады. Ал халыққа және ата-аналарға тиімді болу үшін қалалық маршруттарымыз, автобустарымыз осы мектептің алдынан жүргізуді жоспарлап бекітіліп отыр. Облыс бойынша келешек мектептер ұлттық жобасы аясында 29 жаңа мектептің құрылысы аяқталуға жақын. Былтыр 13 мектеп пайдалануға берілген. Бізде 3 ауысымды 2 мектеп и 1 апатты жағдайдағы мектеп бар, оның хабарыңыз бар шығар. Бізде облыста 115 мектеп реновацияға тізіміне енген. Биыл 41 мектеп реновациядан өтіп жатыр. Келесі жылда қалған мектептер 26-27 жылы толық реновациядан өтіп бітеді. Осы күрделі жөндеу барысында жаңа айтып отқан 3 ауысымды апатты жағдайдың мектептерінің барлығы сұрағы шешіледі. Бұдан бөлек облыс бюджеті есебінен 59 мектепте ағымдағы жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Жалпы биыл 100 мектеп ағымдағы және күрделі жөндеуден өтеді. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, 24 KZ, Түркістан облысы.